Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге ерекше бауырсақтың рецептісін ұсынатын боламын. Жұмсақ болып піседі. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен бір стақан суымызға бір ас қасық дрожжды қосамыз. Үстіне бір шай қасық тұз саламыз. Және 2 ас қасық қант салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды барлығын бірден салып жібермеңіздер, араластыра отырып, аз-аздан қосып отырасыздар. 400-450 граммдай ұн қосамыз. Одан кейін барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Ұнымыздың басы біріккенше жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың басы біріккеннен кейін үстіне бір ас қасық май құямыз. Одан кейін тағы бір рет жақсылап иіні қанғанша илейтін боламыз. Одан кейін пакетке салып қойсаңыздар да болады, немесе бетіне ауа өтпейтіндей осылай бетін жауып қоямыз. Одан кейін ашытуға жібереміз. Мінекей біздің қамырымыз ашыды. Енді осы ашыған қамырды тағы бір бастырып илеп аламыз да, одан кейін жайып бастаймыз. 1 сантиметрдей етіп жайсаңыздар болады. Одан кейін қамырымызды 4 бұрышты етіп кесетін боламыз. Кескен қамырымыздың ортасынан тағы бір кесеміз. Одан кейін осы кескен жерімізге қамырды айналдыра орайтын боламыз. Яғни кестік ортасынан, енді қамырымыздың бір ұшын сол кескен қамырдың ортасынан өткіземіз. Мінекей видеода көрсетілгендей барлығын осы кескен қамырдың ортасынан өткізіп шығамыз. Және өткізгеннен кейін кішкене қолыңызбен созыңқыраңыз. Одан кейін қамырымызды тағы бір көтерілу үшін орамалды жайып, үстіне бауырсақтарымызды қойып шығамыз. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Алдыда көптеген оңай рецептермен бөлісетін боламын. Сондықтан менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Мінекей барлық қамырымызды жасап болдық. Енді осы қамырымыздың бетін жауып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін біздің қамырымыз тағы да жақсы көтеріледі. Осы қамырымыз көтерілгеннен кейін қызып тұрған майда пісіріп алатын боламыз. Бірінші майымызды қатты қыздырып, қатты отта қойып аламыз. Одан кейін газдың астын орташа отқа қойып пісіреміз. Себебі қатты отта біздің қамырымыз шикі болып қалуы мүмкін. Сол үшін орташа отта бауырсағымызды пісіріп аламыз. Мінекей біздің қып-қызыл бауырсақтарымыз пісті. Жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.